Кайрылы күн, сыйыр етінен гүлаш дайындаймыз. Етті төрт бұрыштап, ірі көлемде тураймыз. Себебі қуырғаннан кейін ет кішірейеді. Табаға майды құйып қыздырып, етті салып қуырамыз. Bir piyazды майдалап, төрт бұрыштап тураймыз. Қосамыз. Bir сәбізді де майдалап, төрт бұрыштап тураймыз. Сәбізді қосып, араластырамыз. 2 ас қасық томатный паста саламыз. Су құямыз. 2 шай қасық тұз. 1 шай қасық қара бұрыш қосамыз. Жақсылап араластырып, бетін жауып бұқтырамыз. Ұнға су салып, жақсылап араластырып, гүлаш қою болу үшін қосамыз. Араластырамыз. Суға тұз салып, макаронды пісіріп аламыз. Макаронның үстіне дайын болған гүлашты құямыз. Өте дәмді тағам. Жасап көріңіздер. Баршаңызға ас болсын.